қалай жаңағы сіздердің алдарыңызға шығып өйстіп тікелей эфирға шығып кеттім. Одан кейін жаңағы соңғы уақытта өзімнің тағы да медитация жасап ішкі жан дүниеме үңіліп өзім психологтың әсерінсіз өз немді түсіндім деген сияқты да осындай нәрселерді мен жасап көрдім да. Содан мен өзімде көп нәрселерді түсіндім. Жалпы жаңағы мен айтпаймын сіздерге психологқа бармаңыздар деп айтпаймын да. Психолог жолдасыммен арадағы қателіктерді тауып жатырмын дейді. Иә, Мөлдір ханым былай ғой, негізі бұл жерде сіз екеуіңіздің ара қатынасыңызда көп қателіктеріңізді сіз өзіңіз көре алсаңыз, өзіңіз жақта қателіктерді көре алсаңыз, ол өте үлкен, не деп айтайын, өте үлкен жақсы нәрсе да, ол жалпы да нәтижесі жақсы деген сөз да, нәтижесі жақсы болады да. Ал енді сіз өзіңіздің қателікті емес, күйеуіңіздің қателігін көретін болсаңыз, ол кезде ол уже дұрыс емес. Яғни біз өзіміздің қателігімізді көріп, өзімізді түзеуіміз керек та. Менің о бастан осы айтатын мақсатым барлығы айналып келгенде мен айттым сіздерге да, күйеуді ешқандай өзгертпейміз, күйеуге ешқандай нәрсені жаңағы былай істе, былай жүр, сен былай айт, сен былай тұр деп айтпаймыз, ештеңе айтпаймыз. Тек қана күйеуге деген өзіңіздің отношение өзгереді бізде, иә, отношение өзгереді күйеуге деген, және өзіңіздің ішкі жан дүниеңізге үңілесіз дедім, иә, күнде таңертең ерте тұрып өзіңізбен жұмыс жасайсыз дедім, иә. Міне осындай нәрселерді жасасаңыз шынымен де нәтижеге жетесіздер иншаллах. Тек самый главный солар нәрсені жасай білулеріңіз керек та. Сосын мынау жаңағы айтып атқаным, мен осы ер мен әйел қарым-қатынасын сіздерге айтып жүрме. Өзім өстіп жаңағы күйеуімді сыйлап бастадым, күйеуімді құрметтеп бастадым. Иә, бәрі өзімізде күйеуімді құрметтеп бастағаннан барлығы ақырындап дұрыстала бастады да. Сонда мен жаңағы осы неде айна техникасын жасадым. Оны сіздерге алдында айттым, айна техникасын. Осы техниканы жасаңыздар. Бұл техниканы бар ғой. Енді бұл техниканы егер жасай алмасаңыздар, прям айнаға қарап сөйтіп не істей алмайтын болсаңыздар, ондай болса медитация жасаңыздар да. Мен медитацияны бұрын осы Сингапурда жасағам да. Сингапурда бізде сол Тони Роббинстің сабағында медитация жасадық. Сонда медитацияда біз сондай қатты жыладық. 13 000 адам бізге прям сондай қатты жаңағы күшті әсер етті да. Қаншама жаңағы нәрсе бір жарты сағатқа созылды ма, білмеймін, ұмытып қалдым. В общем бар ғой, жаман қатты сонда айтты ғой, жылағыларың келсе жерге жатып жыласыңдар, жылаңдар деп сөйтіп қатты жылатты бізді. Бізді сондай қатты бір жаман нәрселермен, ал сендер сондай болдыңдар, ал сендер осы өзгермеген мінездеріңмен сендер мынандай дәрежеге жеттіңдер деп прям жаман дәрежені көрсетті да бізге ше. Осы сендердің өздеріңді жаңағы эгоист болып өздеріңді өзгертпегеннен сендер балаларың мынандай дәрежеге жетті. Сендер өздеріңді өзгертпегеннен сен жаңағы күйеуің мынандайға жетті деген секілді нәрсені айтқан кезде жаман қатты жыладық та. Бүткіл зал деп кәдімгідей қол ғой, үлкен қол. Сонда барлығымыз ешкімге шаруа жоқ, әркім өз-өзімен да, сол еңіреп тұрып жыладық. Сонда бар ғой, осы жылау арқылы біздің жүрегіміз тазарады екен. Жылау арқылы біздің бойымыздағы жаман ойлардың барлығы кетеді екен. Осы жылау бізді тазалайды екен да, жылаған кезде ше. Ал енді мен сіздерге өткенде айттым, айна техникасында жылаған жақсы дедім. Жылаған кезде сіз сол жылау арқылы өзіңіздегі нәрселерді шығарасыз. Осы өзіңізде не істеп қалған, бойыңызда сақталып қалған, арғы бергі шықпай қалған, ішінде тығылып қалған нәрсенің барлығын осы неден шығарасыз. Жылау арқылы шығарасыз да. Ал енді мына медитацияда мен былай істедім. Мен жалпы жаңағы ютубтан бір кісілердің медитациясын тыңдадым да. Мен ол медитацияны тыңдадым. Ол кезде мен мына сананы тазалау медитациясын тыңдадым. Одан кейін тағы не тыңдадым? В общем, бір екі түрлі медитацияны тыңдадым да. Бірақ мен ол медитациядан, сіз бағана айттыңыз ғой, Мөлдір ханым, мен кіре алмадым дедіңіз ғой. Мен де солай кіре алмадым мен оған да. Сосын мен отырдым дағыны, мен осы Тони Роббинстің сабағында кіре алдым ғой. Мен сондай қатты сол неге кірдім. Одан кейін мен медитацияны Құралай ханымда эфирінде несінде жасадым да. Мен сол кезде оның несінде семинарына барған кезде жасадым. Сол семинарда жалпы жаңағы мынандай нәрседе мен
біздің бірінші баламыз шетінеп кеткен жалпы да, мен 5 бала тудым, жалпы бірінші баламыз шетінеп кеткен. Сонда ол Құралай ханымның медитациясында ол былай нәрсені жасатқызды. Бізге сол балаңның ана бірінші туылған баламен қалған балаларды байланыстыр деді ма, в общем, сондай бір техника, сондай медитациялар болған кезде мен сол Құралай ханымның несінен, медитациясынан өзімнің шетінеп кеткен баламды уже үлкен болып қалғанын, бойы ұзын, жаңағы тың, сергек, сондай баланы мен көз алдыма елестете алдым да. Мен ше, енді Алланың құдіреті ғой, білмеймін, мен сол кезде мен сөйтіп сол баламды елестете алдым. И сол балам менің ана 4 баламды бүйтіп айналдырып, жіппен бүйтіп шырмап, бүйтіп та сыртынан айналып, как будто осы 4-еуі бір-бірімен қатты жаңа байланыста болсын, бір-бірін қатты сыйласын деген сондай нәрсені не істегісі келген сияқты бір сондай нәрсені көргем да медитацияда да. Бірақ мен ол кезде жылағаным есімде жоқ, жылаған жоқпын. Ал енді мен кеше отырып мен өзім жасаған кезде, ол кезде енді мүлдем басқаша болды да. Мен былай істедім. ютубта обычный медитацияға арналған нелер бар. Оны сізде жасаңыз тауып аласыз. Ол просто музыка, ода ешқандай сөз жоқ. Маған сол сөзбен айтылған жалпы өзіме мен шамалы жетіңкіремеді да. Өйткені сөзді айтып отырған адамның өзі де адам ғой, ол Алла емес та, ол және сіз емессіз да. Сондықтан ол сөзді біреу айтып отыратын болса, сол сөз сізге мешайт ететкенше, мен сол нәрсені мен осы Құралай ханның несінде медитациясында да сол не қылдым. Ол өйткені бүйтіп айтып жатады дағана, сосын келесі сөзге көшіп кетеді. Ал сіз ана айтылып жатқан бұрынғы сөзде сіз тағы да бірдеңкелер ойыңыз кетіп жатыр да, тағы сол айтылған сөйлемде сіз сол сөйлемді одан арман дамытқыңыз келіп жатыр. Сол сөйлемдегі айтылған нәрсе сізге ұнап жатыр да, сіз одан арман дамытқыңыз келеді да. Мен сол кезде мен сөйтіп мен ана медитация толық кіре алмайтынмын да. И сосын өзім отырып мен уже не істедім. Как раз үйде мектепке баратын қызым бар. Ол қызым басқа бөлмеде жүрді. Бірақ ол менің, білмеймін, мен өзім ештеңке көрген жоқпын ғой. Мен деген датаға кіріп кеткенде жыладым ғой. Мен не істедім? Мынандай жаңа өзімнің блокнотымды алдым да, блокнотыма екі бетке мен өзімде болып жатқан нәрсенің барлығын неге деп сұрақпен жаздым. Екі бетті толтырып тұрып сұрақты жаздым. Мен ол кезде медитация менде қосылып тұрды да. Сол қосылған кейін мен сөйтіп отырдымдағы, мен мына ішімдегі 1000 сұрақ деп мынандай алдымдағыны мен қаншамасы осы сұрақтардың барлығын жаздым. Неге сондай болып жатыр? Неге бұндай болып жатыр? Неге мынандай деп, в общем, мен өзіме қатты сондай үңіліп, сондай қатты неме кірдім жаңағы. Сөйтіп отырдым да бір уақытта мен уже сөйлесе бастадым. Өзіммен сөйлесе бастадым. Мына сіздерге айтамын ғой, мен айна техникасында өзіңізбен сөйлесесіз деймін ғой. Өзіңіздің ішіңіздегі кішкентай я деген жаңа кішкентай менімен сөйлесесіз деп айтамын ғой, тура сондай нәрсені мен өзім осы блокнотқа отырып, мен өзіме сұрақ қойдым, Жазира, қалауың не сенің деген сияқты. Сонда мынандайда ана медитацияның несі прям звук бар ғой, сол звук сізді сондай әсерге не алады да. Сізге басқа ешкім әсер етпейді, ешкімнің сөзі әсер етпейді. Тек сіз өзіңізбен ғана да. Сізге ешқандай жаңағы енді сіз мына нәрсені ойлаңыз, балалық шаққа барыңыз, өзіңізді есіңізге, көз алдыңызға елестетіңіз, ойнап жүргеніңізді елестетіңіз деп айтады ғой обычно да медитацияда. Ал бұл жерде сіз оның ешқайсыны сізге ешкім айтып тұрмағаннан кейін сіз уже олармен уже не істей алмайсыз да. Ал мен осы медитация қалай кірдім? Мен кірген кезде ең бірінші өзім сұрақ қоя бастадым да, маған сұрақтар шыға берді да. Мынандай уже неге олай, мынандай болып жүр, неге бұлай сұрақтар кетіп жатыр. Бір уақытта уже сұрақ бітті ау деген кезде уже диалог басталды менде. Диалог кәдімгідей өзіме сұрақты қойып отырып, жаңағы Жазира, неге сен олай істедің деген секілді да. Сондай сұрақтарды қоям, и өзім ішінен жауап келіп жатады да. Оның себебі мынада деген секілді да. Одан кейін тағы да, онда неге олай істедің? Оның себебі мынада деген секілді да. Мен осылайынан прям кәдімгідей өзім солай сөйлесіп жазып отырдым, әдейі жазып отырдым. И бір уақытта уже жазып болғаннан кейін, уже ішімдегі нәрсем бәрі шығып болғаннан кейін мен уже көзім жұмылып, медитацияға кіріп кеттім да. Соған кірем дегенше жаңағыдай жазып сөйтіп отырдым. И сол кезде мен медитацияға кірген кезде мен уже жаңағы өзімнің балалық шағыма бардым. Балалық шағыма барып, прям сол кездегі жаңа енді 1000 сұрақ деп жатырмын ғой, қаншама сұрақтар болды ғой. Сол сұрақтар алып келді ғой мені да. Сол сұрақтар алып келмесе сіз кіре алмайсыз. Сол сұрақтардың барлығы алып келді. Сұрақтан кейін диалог басталды. Диалогпен мен сөйлестім өзіммен да. Сөйлескен кезде соның барлығын жазып отырдым. Сондай бұндай болуы не себептен
екен деген сияқты. И сол кезде жаңағы өзіңізге сұрақты жауаптар келеді да. Сұрақта өзіңізден бір жағынан жауапты. Сіз мысалға өзіңізден өзіңіз ойлап таппайсыз да, оны медитацияда отырған кезде, кәдімгі өзіңіздің ішіңізге үңіліп кеткен кезде өзінен өзі сұрақты, өзінен өзі жауаптар келеді. И сосын барып мен не қылдым дағыны, медитацияның уже өзінің несіне кіріп кеттім. Бір уақытта көзімді жұмдым да сол неге балалық шаққа қарай кіріп кеттім. И сол кезде менде прям жаңағы өзімнің осы дәл қазіргі уақытта мендегі болып жатқан қиындықтың себебін мен балалық шағымнан маған түсіндірді медитацияда да. Балалық шағымнан мендегі болып жатқан қиындықтың жауабын балалық шақтан түсіндірді. И мен сол кезде уже балалық шақтағы сол жағдайдың себебін бәрін түсініп келіп, мен уже конкретно жаңағы неге не қылдым да, мендегі болып жатқанның конкретно бір жауабын тауып алдым да. Мен бірақта осы менің айналамда болып жатқан жағдайлардың основной несін тауып алдым да, неге ондай болып жатқанның основной конкретно бір жауабын тауып алдым да. И сол кезде сол жауаптан мен уже жұмыс жасай бастадым. И сөйтіп менде уже қалай сол медитацияны жасап болдым. И сосын барып мен не қылдым, ана ақшаның блогы туралы да тоже өзім не істедім да, блогын шешіп көрейінші өзімнің деп та. Өзімде ақшаның қандай блогы бар деген секілді сондай нені медитацияны соңына қарай мен соны не істеп көрдім да, оны осознанно жасадым. И сол кезде тоже самый уже жаңағы сіз уже медитацияда балалық шағыңызға уже бардыңыз ғой. Сіз обычный уақытта балалық шаққа бара алмайсыз. Сіз обычный уақытта балалық шаққа көп бүйтіп кіріп кете алмайсыз. Ол сәтке, ол ситуацияға кіріп кете алмайсыз. Бірақ только медитацияда кіресіз да. И сол кезде мен сол балалық шаққа да барып, и өзімдегі ақшаның блоктарын тауып алдым. И сол блоктарды тоже уже наружу шығардымдағыны, и өзіме жазып алдым да. Ол блоктан шығатын конкретно несін шығардым да. Өзім уже жаңа аффирмация деп айтады ғой. Именно сіз қандай блокты тауып алып, сол блокқа қарама-қарсы сіз жақсы жағын аффирмациясын шығарып аласыз. Міне осындай нәрсені жасау арқылы мен өзімнің ішкі жан дүниеме үңіліп, содан кейін барып мен сол медитациядан шыққаннан кейін өзім сондай қатты мен еңкілдеп тұрып жыладым, енді кәдімгідей жыладым. Ана қызым кіріп шығып жүр, ол қызым байқады ма байқамады ма шаруам жоқ. Мен ол мені не түртуге қорықты да. Мен өйткені айттым, мен қазір мен бір жұмыс жасайын деп отырмын, сен мен вообще түртпе де, маған сөйлеме де деп айтып қойған ғой. И сосын ол мен вообще түрткен жоқ. Мен қашан уже басымды көтеріп көзімді ашып өз-өзіме келдім, сол кезде ғана не қылды да, маған сөйлеп бастады да. И сөйтіп сондай неге түстім мен. Сөйтіп жаңағы сіздерге сол айтайын дегенім, сол неден кейін менің басымдағы өзім жалпы жаңағы қиыншылықтарым жалпы соңғы уақытта бір жаңағы миымда бір хаос болып кетті да менде. Білмеймін, мен өзім шаршап кеттім. Сөйтсем мен сол жаңағы өзім білместік емес, өзім жаңағы мен жақсы айтайын, мен өзімде менде эго өте күшті болған екен да. Мен жан қалауын емес, эгоның қалауын жасап кеткен екенмін да. Сонда сол эгоның қалауы, не үшін эгоның қалауын жасадым, мен оның да тоже себебін мен жаңағы неден медитациядан шығарып алдым да. Сонда мен сол нәрсені жасап, сонда мен өзімнің сондай соншалықты жаңа арпалысқан, жанталасқан өмірге кіріп кеткенім, бұл еще мен ешкіммен ара қатынасымда ешкіммен проблем жоқ. Самый главный өзімен өзім жанталасып, өзімен өзім арпалысып, жаңағы күйеумен қарым қатынас проблем жоқ, бала шағамен проблем жоқ, туысқанмен проблем, ешқандай проблем жоқ. Тек өзімен болып тұр да барлық нәрсе ше. Сол ана не болдым да, мен соңғы уақытта ана өзіме бір үңіламай қалдым. Ана миым жаңағы шашырап кетті. Мен ана неде видеода айтамын ғой, мен өзім жаман жаңағы неғып кеттім, өзімнен алыстап кеткен сияқты болып кеттім деп сіздерге жібердім ғой видеосын. Сол секілді мен өзімнен алыстап кеттім. Мен өзіме келе алмай қалдым. Мен обычный уақытта отырып мен өзіме сұрақ қоя аламын, өзіме жауап ала аламын. Мынаны қалай істесем болады, мынаны былай істесем бола ма деген секілді мен сөйтіп өз-өзіме сөйлесем да, обычный уақытта да. Ал сол уақыттарда вообще сондай болып кетті. Өз-өзіме келе алмаймын да. И сөйтіп сол жаңағы нәрсенің себебін мен өзіме өмірімнің сол жаңағы несіне үңілу арқылы мен соның себебін тауып, сөйтіп содан кейін барып менде кәдімгідей бір жеңіл сезім қалдым. Сол күні дым істеген жоқпын, шын айтайын сіздерге. Тек қана үйдегі сол самый главный тамақты ғана жасаған шығармын. Бір нәрсені бүйтіп те түртіп қойған жоқпын. Самый главный жаңағы тамағы мен баламды садиктен әкелу ғана болды. Өзімді бір рахат сезіндім, бір жеп жеңіл бір ана неде көбелек секілді жердің бетінде ұшып жүрген адам секілді да.
ешқандай ауыртпашылық жоқ, ешқандай ауру жүк жоқ, ауыр жүк жоқ та. Ал мен оған дейін мен арқама ойбай, мен сіздерге айтсам қазір таңғаласыз, ауыр кәдімгідей мен өзім көтере алмайтын жүкті арқалап жүріп шаршап шалдығып жүргенмін ғой. И одан кейін мен сол жүктердің барлығын уже мен сол кезде сол жүктерімнің біразы түсті да. Енді мысалға айталық, бір 20 килограммды мен көтеріп жүрген болсам, бір 10 килограмм түсіп мен өзім жеңіл сезініп қалдым ғой. И одан кейін мен өзімде жаңағы тұзбен тазалау, негатив тазалау деген енді бір жаңағы медитация жасадым, ертесінде емес, бір күннен кейін өтіп сол жаңағы не жасадым, тұзбен тазалануды жасадым, кәдімгідей негативтен тазалануды жасадым, жеп жеңіл болдым ғой. Жаңағы арқамда жүрген 20 килограммнан дым қалған жоқ қой, в общем бар ғой. Сондай бір керемет сондай не болдым. И сол нәрсені сіздерге сол бөлісіп жатқан айтып отқанда ере алмаймын. Значит, тек мелодиясын тыңдаған жақсы болып тұр. Иә, тек мелодиясы. Соны ютубтан не істеп алыңыздар. Ютубта тұр, ол любой несін. Самый главный бар ғой, жаңағындай бала шаға сізге әсер етпесін. Енді мен қызым үлкен қыз болғаннан кейін маған әсер еткен жоқ. Сосын бала шаға, күйеу деген ешкім әсер етпесін. Сіздің жаңа транста отырғаныңызда ешкім әсер етпеген жақсы, иә. Өйткені сіз дальше жасай алмай қаласыз, сізді түртіп жіберсе, сіз не істеп жүрсе. Сосын жаңағы медитацияға кіретін алдында терең демалыңыз. Деп өйсіп, бірнеше терең демалыңыз. Сол кезде сіз терең демалған кезде ана миыңыздағы неше түрлі ана ойлар, жан-жаққа кетіп жатқан ойлардың барлығы бір сәтке тыным табады да. Сіз сөйтіп осы тыныс алу арқылы солардың бір сәтке тыным табады. И содан кейін бастап жаңағындай сұрақтармен өзіңіз сөйтіп медитацияға кіріп кетіңіз. Иә, сіз көріңіздер, міндетті түрде көріңіздер. Бұл медитация осы мына медитацияға кіретін кезде, сосын мен тағы да өзімнің түсінгенім, конкретно сұрақтармен кіргеніңіз жақсы. Конкретно. Мысалға, сіз қараптан қарап кіретін болсаңыз, жаңағы не ғой, мынандай да, конкретно сұраққа конкретно жауап келеді негізі да. Ал егер де сізде сұрағыңыз не конкретно болатын болса, сұрағыңыз жаңа конкретно болмаса, онда сізде жауапты да конкретно ала алмайсыз, иә. Ал енді менде сұрақ конкретно болды. Менде неге миым шашырап кетті? Мен неге өзімнен алыстап кеттім деген конкретно сондай сұрақпен кірдім да мен медитацияға. И именно сол сұраққа мен конкретно жауабын алдым. Көрдіңіз бе? Осындай нәрсе секілді неге жаңағы медитацияға кірген кезде сіз данный момент сізде не нәрсемен қиындық туып жатыр сізде не нәрсе, мысалы жаңа кім айтып жатыр, маған жаңа жекеге жазды, Рыскүл ханым жазып жатыр. Рыскүл ханым, сізге де айтарым, сіз сол осындай нәрсе сіздің басыңыздан неге өтіп жатыр, неге сіз именно осындай нәрсені қазір көріп жатсыз? Себебі сіздің де тоже эгоңыз болуы мүмкін да. Тек мен маған қарасын, маған немеді, мені ғана ойласын, мені ғана жақсы үшін деген секілді эгоңыз болуы мүмкін да. Сол эгоның қалауына кетіп қалуыңыз мүмкін да. Сол үшін сіз кәдімгідей өзіңізбен жұмыс жасаңыз, өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді не қылыңыз. Бұл өмірде бар ғой, ең қиын нәрсе адамның өзін өзгерту ғой. Сізді сырттан келіп ешкім өзгертпейді да. Мысалы, сіздер маған жазасыздар, осы мынандай болып жатыр, андай болып жатыр, не істеймін деген сияқты да. А мен мысалға, мен өзімнің плазмамнан көріп айтамын да. Мен әркімнің өзінің плазмасы бар да. Әркім өзінің жаңағы көретін алдында плазмасы бар да. Сол плазмадан көріп айтамын да. Ал сіздің плазмаңыз мүлдем басқа да. Сондықтан жаңағы неңізді, сондай сұрақтарыңыз болған кезде, мен алдында сіздерге айттым, неге блокнотты арнаңыз, блокнотқа жазыңыз. Ол да тоже кішігірім медитация. Блокнотқа айтып отырмын, мен осы нәрсенің бәрін жасау арқылы менің өмірім өзгерді. Менің осы қарапайым осы блокнот арқылы ғана өмірім өзгерді. Мен осы блокноттың бірнешесін тауыстым, мен бірнешесін еще тастағым келмейді. Ол блокноттарды мен қимаймын да. Тастамағанда сол жаңағы маған несі бірде болмаса бірде пайдасы тиеді деген секілді. Менің басым көп ауырады, өзіме уақыт бөле алмаймын. Неден ауырады? Осы медитациядан ауыра ма? Менің көп басым ауырады, өзімді дым ойламаймын. Ол неге екен дейді. Негізі бас ауырған ол сол жаңағы сізге өзіңізге үңілдеп жатыр да, өзіңізбен жұмыс жаса деп. Бұл неде бір нәрсе сізге келеді, сосын бір мысалда бір нәрсені сізге проблеманы шеш деп келеді да, мысалы сіздің қолыңыздан келетін проблема. Ал сіз жоқ, мен ондай шешпеймін, басымды ауыртпаймын, жоқ, маған жоламасын деген секілді сіз жол атпайсыз, содан басыңыз ауырады да. Ол бір сізге ол басы ауыра беретін себебі сондай бір нәрсе бар да, сіз шешу керексіз сол нәрсені да. Сол нәрсе шешілген кезде сізде уже басы ауыратын, ол жиі қайталанбайды да, анда-мында ғана болмаса. Сондықтан сіз мынандай да, өз өміріңізді өзіңіз өзгертпесеңіз, ешкім сіздің өміріңізді өзгерте алмайды. Мысалы, психологтар айтады ғой,
жаңа раскопка дейді, раскопка жасайды оларда, мак деген картасымен жасайды да, мысалы психологтар. Ол сол карталармен жасау арқылы сіздің еще олар опять-таки олар просто сіздің анау неңізге үңілуге сізге мүмкіндік береді да, жаңағы сіздің сол жаңағы программаның барлығы балалық шағымызда орнатылған бізде ше, сол программа балалық шағымызда орнатылған программаларды бізге соларды дұрыстауға үйретеді, соларды дұрыстауға көрсетеді олар жолды да. Сосын барып сіз соған сол жаққа кіре алып, сол жақтан барып не істеп, жаңағы өз-өзіңізді дұрыстап, өз-өзіңізбен жұмыс жасап, сол арқылы ғана сіз өз-өзіңізге көмектесе аласыз, иә. Сондықтан мен де сол сіздерге айтып жатқан осындай нәрседе, мен психологқа барма демеймін, барыңыздар, бірақ сонда да осы нәрсені жасап көріңізші. Егер сізде аса қатты проблема болмаса, сіз осындай қарапайым нәрсені жасаңыз, сіз осыдан да тоже нәтиже көресіз. И одан кейін сіздер мына уайымшылмын дейді. Уайымшыл дегенді қалай түсінесіз? Қорқыныш дегенді қалай түсінесіз? Бұл уайымшыл, қорқыныш деген нәрсенің барлығы мынада да. Егер де сіз мысалы да Аллаға сенбейтін болсаңыз, не жалпы айтасыз да, мен Аллаға сенем дейсіз да, бірақ сіз Аллаға сенбейсіз. Сіз Аллаға сенбей өзіңіз шешетін секілді соны өзіңіз алдына түсіп аласыз проблеманы да. Мысалға айталық мынандай, кеш жарық мынандай да, сіздің мысалы күйеуіңіз не істейді? Келем дейді дағыны, мысалы кешкісін бір жаққа шығып кетеді, мен сағат 10-дарда келем дейді да, келмей қалады, сосын барып сіз уже оны уайымдайсыз, бұл 10-дарда келем деген неге келмей жатыр, неге келмей жатыр деп уайымдайсыз, сосын бір 11 болады сағат, әлі келмейді, 12 болады, әлі келмейді, 1, 2, 3 болады, әлі келмейді да, и сонда бұл уже сіз уайымыз одан әрмен күшейді, бұған бірдеңе болып қалды ма, не болды, сіз аласта келіп звондай бересіз, ал енді ол сол моментте бір ситуация болып қалды да, ода, и сол ситуацияны ол телефон болмай қалды, ол сізге хабар бере алмай қалды, мысалы да, енді кез келген жағдай болуы мүмкін ғой, сол хабар бере алмай қалды, ода хотя дені сапсау аман есеп, бірақ сізге просто хабар бере алмай қалды, ал сіз оны деген уайымдап, анау қайда, мұны не істеп жатыр екен, қайда жүр екен, өйтіп қалмады ма екен, бүйтіп қалды. Міне бұның барлығы сіз Аллаға емес, өзіңізге сеніп, сіз сол өзіңіз проблеманы шеше алатындай дәрежеге түсіп кетесіз да, өзіңіз сондай дәрежеге түсіп кетесіз. Сондықтан кез келген ситуацияда, қандай ситуация болсын, сіз уайымдамау керексіз, тек Аллаға тапсырдым дейсіз, тек Аллаға тапсырасыз. Алла тағала барлығын өзі реттейді. Егер Алла қаласа, сол мысалы дәл сондай кезде мысалға да күйеуіңіз мысалы Құдай сақтасын, сөйтіп кешіп жатқан кезде Алла қаласа, Алла алам десе, ол шынымен де ол Алланың қолында, алса да Алланың қолында. Жаңағындай қарапайым болмашы бір ситуацияға байланысты не істей алмай қалса да, ол да тоже Алланың жасағаны. В общем, осының барлығы Алланың қолында да. Егер де сіз осы нәрсенің бәрін мен Аллаға тапсырдым, оған ештеңке болмайды, ол бір жағдай болып қалды, ол аман есен үйге келеді деп мысалда тып-тыныш жатып ұйықтап қалатын болсаңыз, таңертең оянғаныңызда қасыңызда жатады деген сияқты да. Міне осындай нәрсені сіз солай жаңағы Аллаға тапсыратын болсаңыз, Алла тағала уже сіздің уже Алла не қылады да, маған сеніп тұр менің пендем дейді да, Алла тағала да маған сенеді менің пендем дейді да, сіздің сеніміңізден шығуға тырысады да. Мысалы сол үшін біз Алла тағалаға сенбей, егер де өзіміз сол уайымды арғай алып кететін болсақ, яғни біз Аллаға сенбейді деген сөз да. Сол үшін осындай нәрсені естеріңізге мықтылап тұрып сақтап алыңыздар. Сіз қалай уайымдайсыз, яғни сіз Аллаға сенбей тұрсыз. Одан кейін жаңағы қорқынышым деп жатсыз да, қорқыныш бар менде. Негізі қорқыныш та тоже осындай да, осындай неден шығады да. Қорқыныш деген ол да тоже жаңағы бір жағынан ол балалық кезде бір сондай бір неден немеді, бір ситуациялардан сондай қатты бір сондай қалып қалуы да мүмкін да, мысалы да. И сосын үнемі қорқып жүресіз да, мысалға. И екінші жағынан жаңа уайымның тоже екінші түрі болуы да мүмкін да. Сондықтан өзіңізбен жаңағыдай жұмыс жасаңыз. Бұл өмірде ең қиыны сол өзімен жұмыс жасау ғой. Ең қиынның қиыны осы өзімен жұмыс жасау. Сіз қашан өзіңізбен жұмыс жасап, қашан өзіңіз жаңағы жөнге келтіресіз, сол кезде Алла тағала сіздің өміріңізді реттеп береді екен. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Мен жаңа сіздерге нені айтпаған екен, бұл тазалауды, нені негативтен тазалауды. Мен жаңа сол сіздерге нені айттым, медитацияны, солай медитацияны жасаңыздар. Сол медитация жайында тағы сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар. Ал енді жаңағы техникамен тазалау, то есть тазалау техникасы. Бұл тазалау техникасын мен осы
бірнеше адамнан естідім. Сосын осы деп жаңағы өзімнің как раз осы уақытта мен алдымдағыны маған керек екен осы дедім дағыны жасадым да. Сосын мен өзім ғана жасаған жоқпын, күйеуіміз екеуміз как раз жексенбі күні пайдаландық дағыны, күйеуіміз екеуміз кәдімгідей үйдегі мынандай ғой, обычный уақытта сіз үйіңізді тазалайсыз ғой, обычный уақытта үйді тазалаймыз да, бірақ бізде мына шкафтарда жиналып тұрған киімдеріміз бар, вешалкада ілініп тұрған киімдеріміз бар, сөмкеде салынып тұрған, шықпай тұрған киімдері бар, мысалда, немесе шкафта кітаптар тұрады, мысалы бір заттар тұрады, қозғалмайды. Осындай орындар қозғалмай тұратын заттардың барлығы жаман энергетиканы ұстап тұрады екен ше. Осы сізге арқаңызға ауыр жүк болатын себебі осындай заттар екен, орнынан қозғалмайтын заттар да. Сондықтан осындай заттардың бәрін орнынан қозғау керек екен. Сол заттарды орнынан қозғалғаннан кейін оның ішіндегі сіздің мысалға 6 ай бойы кимеген, 6 ай бойы ұстамаған, керек болып қалады деп жинаған заттарыңыздың барлығын алып, солардың барлығын тазалаңыз деп солай естідім мен. Мен сосын солардың барлығын тазаладым. Так, группада бір қыз жазып жатыр, бір апта болды кіре алмайдым деп. Мен қазір көрдім, ол кісі жаңағы сақтаңыз деп сөйтіп жатыр. Мен видеоларды сақтаймын, әлде де Алла бұйырса, бұл өшірмеймін пока тұрады. Өзімен жұмыс жасау қиын болып жүр. Енді сіз оны өзіңіз не істеуіңіз керек та, жаңағы шешім қабылдауыңыз керек та. Содан кейін күйеуіммен бірге жасадық. Сөйтіп әр бөлменің ішін таңертең біз мысалға да сіздермен мысалы көп адамдармен біздің айырмашылығымыз, біз жыл сайын немесе 2 жыл сайын көшеміз да. Үй іші біз 1 жылдың ішінде бірнеше квартираны ауыстырамыз. Мен айттым ғой сіздерге, біз әскери қызметкер квартирадан квартира көшіп жүреміз деп та. Сөйтіп біз басқалардан айырмашылығымыз сол да. Бізде бір жаман қасиет, керек болып қалады деген, қазақпыз ғой енді, керек болып қалады дейміз дағы, кейбір заттарды тастауға қимай сақтай береді екенбіз да. Осы заттардың барлығын шығардық кеше. Үлкен 3 сумка шықты. Кішірек бір 4-5 сумка шыққан шығар. 4-5 сумканың мусорканың жанына апарып тастадық. Үлкен 3 сумканың жаңағы уже жарайдау, бала киедау, жаңағы сіңілім киеді, анау киеді, мынау киеді деген нәрсені оларды уже ертең Алла берсе ауылға жүрейін деп отырып, сол кезде сояққа апарып тастауға дайындап қойдық та. Тәуір емес, уже ескірген бәрін тастап, кәдімгідей тазаладық. Сосын барып үйге сол жаңағы әр бөлмені солай барлық затты қозғап отырып, қуыстың бәрін қозғап отырып, содан бүткіл заты орнынан қозғалды ғой. Сөйттік тағыны тазалап болғаннан кейін не істедім? Үйге Бақара сүресін қосып қойдым. Бақара сүресін қосып, содан кейін барып, менікі ондай тыңдамайды дейсіз ба? Біздікі деген не істеді, оны жаңа в общем, бір не қылдым, мен өзім жаңа үнемі осы нәрсені айтып жүргеннен кейін, мен осы ақша блогына қатысты ол бір сабақты тыңдап жүрген. Сол кезде сол жерде де дәл осыны айтқан ғой, негативтан тазалану керек деп та. Сосын ол как раз давай онда соны жасасақ жасайық, мен саған көмектесемін деді. Сөйтіп екеуміз үшін бәрін сөйтіп жасап шықтық. Сөйттік дағыны біз Бақара сүресін қосып қойдық үйге күндіз тазалап болғаннан кейін. Сосын кешкісін уже жатар алдында жаңағы тұзды суға түсіп алдық. Бір пашка тұзды суға ваннаға салып 20 минуттай жату керек екен. Мен сөйтіп 20 минуттай жаттық. Ол да тоже өзі жеке түсіп жатты, мен де жеке түсіп жатып шықтық. Содан кейін барып шынымен де бар ғой, мына айттым ғой жаңа жеңіл көбелектей болып қалдым деп ше. Шынымен де соның барлығы тазаланды, кәдімгі мида тазаланды. Еще онымен қоса мен телефонды тазаладым. Телефонға да тоже мен жарты күнім кетті. Телефондағы бүткіл группаны өшірдім. Телефондағы бүткіл жаңағы қажетті емес, бұрын жасалған группалар бар. Не қылып жаңа бір кездер сөйлескен адамдар бар, қазір сөйлеспейді деген сияқты бүткіл бәрін тазалап тастадым. Сөйтіп сол тазалағанда да жақсы болып қалдым да. Міне осындай нәрсені бәрін тазалаңыздар, сіздер де тоже кәдімгідей өмірлеріңізде күшті бір не істеп қаласыздар, жеңілденіп қаласыздар да. Ана миыңыз неден, мусордан тазаланады екен. Сосын ми мусордан тазаланғаннан кейін сізге кез келген ақпарат кіретін болады миыңызға. Кез келген ақпаратты сіз миыңызға құйып ала аласыз да. Көрдіңіз бе? Сіз осындай нәрсені сіз жасап көріңіз. Осындай нәрсені жасап, содан кейін барып уже сіз мен айтқан нәрселермен может сол кезде жұмыс жасай аласыз да. Осындай нәрсені кәдімгідей тазаланып, мен Сингапурдан қайтқан кезде, мен Сингапурдан ұшып үй жаққа деппін ғой. Біз пересадкамен келдім ғой. Мен Сингапурдан Дубайға келдім. Дубайға келіп, Дубайдан осы Алматыға келдім ғой. Сонда мен сол Дубайға келген кезімде маған бір мынандай өзіме сезім пайда болды да.
иә, өшіріп тастадым ғой. Иә, мен мынандай сезім пайда болды да, менде бар ғой, мынандай не болды, жаңа туылған сәбидей болдым өзімше. Кәдімгідей миым тап-таза. Сол кезде бар ғой, мен сіздерге айтайын, мен сол кезде миым тап-таза болған кезде армандарыңыз тез орындалады екен. Мен сол кезде, примерно мен 11 февральда біз қайттық. Сол кезде сол 11 февральда қайтып келе жаттым. Сол кезде мен өзімді жаңа туған сәбидей сезіндім. Ана ешқандай өкпе реніш жоқ, ешқандай басымда проблема жоқ, ешқандай қиыншылық жоқ, тағы не айтайын, ешқандай жаңағы не жоқ, жауапкершілік жоқ. Білмеймін, мен жаңа туылған сәби қандай болады, мен тура солай сезіндім. Мен сол Сингапурдан қайтып келе жатқан кезде өзім сондай қатты керемет сезіндім. И сосын сол неден мен мынандай не істедім. Сол кезде өзіме бір мақсат қойдым да. Ол мақсатым как раз мен енді жаңағы не қылған жоқпын, білген жоқпыз біз ол кезде. Бізге конкретно бір арман, бірдеңе қой деген нәрсені бізге, ондай нәрсе енді маған онша жетпеген шығар. Может, мен бір единственный бір мақсатым болды. Менің ол мақсатым, мен деген сол кезде күйеуімді жаңағы кредит алғыздым, в общем қарызға кіргізіп сөйтіп кеткен едім ғой мен Сингапурға да. И сосын бізде ол жаңағы келген кезде оның квартирасына төлейтін, оның деппін ғой, біздің жаңағы квартираға төлейтін ақша керек болды да. И сол квартираға төлейтін ақшамыз, ол күйеуімнің зарплатасы жаңағы кредитке төлеу керек болды. В общем, не керек, сол жаңағы неде мен жаңағы бізде, в общем, сол квартираға төлейтін ақша жетпей тұрды. Мен уже примерно есептедім да, ол күйеуімнің зарплатасы анаған кетеді, мынаған кетеді деген кезде ол ақша жетпей тұр. Сонда мен айттым, мен енді жаңағы миым енді тап-таза деп тұрмын ғой, миым тап-таза. Мен сонда мен өзіме сөйтіп айттым да, бізде осы жаңағы кредит емес, квартираның ақшасын төлейтін ақша болады деп айттым да менше. И сөйтіп айттым, мен соған сендім, мен тек соны ғана айтыппын, бірақ та ол кезде енді аса білмеймін ғой, соны ғана айтыппын. Содан мен 11 біз үйге келдік, біз қателеспесем бір қашан еді сол, примерно бір 15-16 төлеу керек болды ма сол квартираны да, сондай болды ғой деймін. И содан кейін сол 4-5 күннің ішінде бізге жаңағы шетелден түсетін ақша, шетелде жаңа менің нем бар деп айтамын ғой сіздерге, бизнесім бар деп айттым ғой, франшизам бар деп та. Сол франшизадан бір белгілі бір суммада ақша түсіп жүретін ғой. Дәл сол уақытта тура сол квартираға төленетін ақшаға жетіп тура. Дәл сол, мысалы, оған дейін примерно мысалы айталық бір 50 мың теңге түсіп жүрсе мысалы да, ал біз квартираға 100 мың теңге төлейтін болсақ, бізге сол кезде 150 мың теңге, мен қазір точно бәрін ұмытып қалып отырмын суммаларды да, бірақ тура сондай болды. Біз квартираға 50 мың теңге 150 мың теңге түскен болды да. Сонда сол нені Алла тағала тура сол айда ғана сондай болды еще. Тура сол айда ғана. Сонда мен сол ақшаны алдықтаған біз ана квартираға төледік. Мен сол кезде қатты таңғалдым да, бірақ мен оның ар жақ түбі неге олай болғанын, ол қалай болғанын мен ол кезде оған миым жеткен жоқ та. Ал оған менің миым қазір жетіп жатыр. Себебі біз кімнің бір сабақты алып бастадым да менше, арман, ақша, арықтау деген бір марафон, сондай не сабақты алып бастадым. Сол кезде бізге осындай нәрсені бәрін тазалауды айтқан кезде, осы кезде арман орындалуы тезірек болады деді. И сол кезде мен сол не есіме түсіп жатыр ғой. Мә, сонда қалай? Мен сол кезде шынымен де сондай керемет, енді біз ол кезде жаңағыдай медитация тазалап, біз ішкі жан дүниеміз тазаладық ол кезде да. Мысалға, мен ол кезде телефон тазалаған жоқпын, мен ол кезде үйімден алшақтамын, үйімді тазалаған жоқ, бірақ мен ішкі жан дүниемді тазалаптым да. Мен сол кезде ішкі жан дүниемді тазалап, миым деген таза болды, аппақ қағаздай болды да. Соны сіздер сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, өзіме сондай болып сезілді кәдімгідей да. И сол кезде мен сол кездегі айтқан, единственный соны ғана айтқанмын ғой мен еще. Мен соны ғана айтқанмын, өйткені маған дәл сол уақытта сол маңызды болған болып тұр ғой. Сол нәрсе действительно бір кәдімгідей орындала салды да. Бүйтіп тез орындала салды. Сол кезде таң қалдым. И келесі айда уже ондай болған жоқ та. Келесі айда мысалы 50 мың теңге түсті ме, сол 50 мың теңге саған түсті. Тек сол айда ғана сөйтіп түсті. Мысалы енді қазір сол нәрсені сіздеріңіз жасасаңыздар болады да. Так, мен
мен анау керек мынау керек деп болады деп жинай беремін. Міне осы нәрсені мен де сөйткенмін, мен де сөйтіп жинай беретінмін. Сосын күйеуім жыны ұстайтын көшіп болған кезде, нан неменеге жинайсың, нан неге тастамайсың, қашанға шейін көтеріп жүреміз, қашанға шейін арқалаймыз. Оған енді оңай емес қой, квартираға көшкен кезде көтеретін сол ғой. Соған жын ұстайтын. Сол кеше деген ой тастадық қой, болды керек емес, таста. Еще бар ғой, ана ескі нәрсені тастайтын болсаңыз, ескі энергетика сонымен кетеді тағын, оның орнына жаңа дүние келеді, жаңа заттар келеді, жаңа нәрсе келгіш болады да. Сол үшін мен оны бұрыннан білетім да. Мен енем үйінде ойбай әлем зат, оны бұрынғы ана қазір қыздары деген 72 жылғы 71 жылғы қыздарының студент кезінде киген киімдер, не то что студент кезінде киімдер сақталып тұрады ғой. Сонда біз соны айтамыз ғой, ана кісі тастағысы келмейді, ой болды тұра берсін деп ше. Сол ескі нәрсе олардың үйіне жаңа нәрсені кіргізбейді ше. Ескі нәрсе жаңа нәрсені кіргізбейді. Сондықтан сол ескі нәрсені сіз қалай одан шығарасыз, қалай ол ескі нәрседен құтыласыз, сізге сол кезде жаңа дүние келгіш болады. Соны енді сіздерге осы жаңа соңғы эфиріміз ғой, өздеріңіз тапсырма деп айтпай ақ қояйын, енді өздеріңізге бір не жаңағы өзіңіз үшін тапсырма қылып алыңыз, өзіңіз үшін. Мен өмірімді өзгерту үшін мен осындай нәрсені жасаймын деп өзіңіз үшін. Өйткені сіздің өзгергеніңіз маған емес, біріншіден сіздің өзіңізге керек та. Сондықтан осы нәрсені жасаңыз. Прям көп күнге қалдырмаңыз. Осы ертеңнен бастаңыз. Даже тіпті бүгінгі эфирдің уақытыңыз болса, қалғаннан кейін сол уақытта бастасаңыз да бастап кетіңіз. Бір күніңіз кете ма, 2 күніңіз кете ма, тазалаңыз. Түгел жаңағы артық тұртық заттың бәрін шығарып сөйтіп тазалаңыз. Сосын жаңағыдай тұзбен жуыныңыз, тұзбен не істеңіз. И сосын медитацияны жасаңызшы. Содан кейін бар ғой. Сосын барып медитация жасап болғаннан кейін уже жаңағы армандарыңыз не істеңіз, күйеуіңізбен отношениеңізді дұрыстағыңыз келе ма, сондай нәрсеге уже жұмыстаныңыз. Сол кезде барлығы ретімен барлығы реттеледі, барлығы дұрысталады. Мен қазір бар ғой, сіздерге шынымды айтайын, осы нәрсе жасағаннан кейін мен өзімді кәдімгідей бір свободно сезінемін. Сосын бар ғой, тағы еще бір нәрсені айта кетейін. Мына жауапкершілік деген негізі ер адамға тән екен. Жауапкершілікті сезіну, жауапкершілікті мойнына алу, жауапкершілікті іліп алу өзінше, бұл бізге ауыр жүк болады. Әйел адам жауапкершілікті көтере алмайды екен. Мен өзім соңғы уақытта интернет-маркетолог деген курсты оқығаннан бастап мен өзіме көп жауапкершілік албаған сияқтымын. Сол сәттен бастап мен осы ауыр жүкті көтере алмай, осы сынғанымда сол болған болар. Осы кешегі күндері содан осы шыққанымда сол болған болар. Мен оған дейін жалпы аса көп жауапкершілік ала бермейтін едім, бірақ сол кезде қатты жауапкершілік көтеріп кеттім да. Осы жауапкершілік деген әйел адамға тән емес екен. Жауапкершілікті көтерген адам ол әйел адамды тем более көтере алмайды екен. Ол ер адамды еркек қылатын сол жауапкершілік екен. Ер адамды ер қылатын да, ер адамды нағыз мықты ер азамат қылатын да сол жауапкершілік екен. Ал әйел адам жауапкершілік қажет емес, вообще қажет емес екен. Алла тағала разы болсын, күшті нәрсе айтып жатырсыз дейді. Шүкір Аллаға. Әумин айтқандарыңыз келсін. Сұраңыздар тағы да. Жалпы енді сіздерге осы бүгінгі айтқым келген осы, енді тағы да сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Мен өзімнің өмірімді почти өзім өзгерттім да. Маған ешкімнің несі не істеген жоқ. Енді мен өзім, әр адам әртүрлі ғой. Мен табиғатым өзі сондай, жалпы жаңағы табиғатым сондайға жақын болып тұр да. Мен алдыңғы эфирларды көрсеңіздер, мен сол кезде балалық шағымдағы түскен маған дақтарды айттым, қандай дақ түскенін, сол дақтан маған қалай өмірімді 30 неше жасқа шейін, 35 жасқа шейін ба, почти 35 жасқа шейін сол дақпен мен өмір сүргенімді, сол дақпен сол қалай қиналғанымды мен сол туралы айттым да. И солардың барлығын қалай мен сол өмірімнен жұлып алып тастай алмайсыз, бірақ соны алғаннан кейін сіз уже өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасап бастайсыз да. Сол кезде сол нәрсе уже не істейді да, өсіп шығады да. Сол жаңағы дақ болған нәрсе жазылады, жара жазылады, кәдімгі беті жазылып тегістеліп кетеді да. Сол кезде сіздің өміріңіз өзгереді екен. Мен сөйтіп өз өмірімді өзім өзгерткенмін. Мен жасай алдым ба, мен сол не істегенімді бәрін сіздерге айтып жатырмын. Сіз де жасай аласыз, сіздің де қолыңыздан келеді. Так что ешқандай да қорықпаңыз да, ештеңеден жаңағы неғымаңыз, қалай болады екен деп. Ана бізде жаңа қорқыныш бар да, вдруг мен дұрыс жасамай қалам, вдруг мен керісінше кетіп қалам, вдруг мен жаңағы басқа нәрсесіне қатып жатыр ма? Мен де нормально тұрған сияқты. Вдруг мен басқа жаққа кетіп қалам деген сияқты да. Сіздерге бәрі дұрыс па? Мен де нормально тұрған сияқты. Мен интернетімді істеп қалдым әлде кішкене. Есігімді ашып қояйын. Wi-Fi ана бөлмеде еді.
самооценканы көтеру туралы айтыңызшы дейді. Самооценканы көтеру бар ғой, өзіңізді жақсы көруден басталады екен. Самооценка деген өзіңізді жақсы көру. Бұл өзіңізді қалай сіз мына жақсы көріп бастайсыз, басқа адамдарды қалай жақсы көріп бастайсыз, сондай нәрсенің барлығы осы самооценканы сіз өзіңізді неғылып көтересіз да. Сіз қазір мысалға сіз қазір өзіңізді танымайсыз. Сіз өзіңізді танымайсыз, өзіңізді өйткені сіз өзіңізден қазір алшақ жүрсіз. Сіз қашан өзіңізді танып, өзіңізбен жұмыс жасап, мен мысалы да, менің де тоже самооценкам төмен болды ғой. Бірақ мен өзіммен жұмыс жасаған кезде мен білдім да, менің осыншалықты өзімнің өстіп жаңағы елдің алдына шығып айта алатындай, осындай елге мотивация бере алатындай мен қасиетім бар екенін білдім да мен содан мен оказывается мен осындай екенмін ғой деп мен өзіме деген көзқарасым өзгерді. Мен яғни өзіме деген көзқарасым өзгергеннен кейін мен өзімді жақсы көре бастадым. Мен өстіп мына қазір сіздерге мен хотя айтып отырмын да, бірақ мен айтып отырғанда да мен өзім айтып отырған сияқты. Себебі мен экраннан өзімді ғана көріп отырмын да. Мен сіздердің сөздеріңізді көріп отырмын, және өзімді көріп отырмын да. Мен мысалы бұрындары мен жаңағы өзімнің самооценкам төмен кезінде мен бүйтіп видеоға қарап сөйлегенмен де мен өзімнің минустарымды көріп тұратын едім да. Мен бүйтіп видеоға қарап сөйлеп отырған кезде мен өзімнің минустарымды көремін дағыны. Сосын мен өзімді жақсы көрмейтін едім да, сол минустар. Міне сол ең самооценканы төмен ұстайтын, самооценканы төмен болатын өзіңізді өзіңіз жақсы көрмеуден екен. Сіз қалай қашан өзіңізді өзіңіз жақсы көресіз, қашан жаңа өзіңізді тани бастайсыз. Бірінші өзіңізді тануыңыз керек. Танысасыз өзіңізбен, бірінші өзіңізді танисыз, жақсы қасиеттеріңізбен танысасыз, жақсы қасиеттеріңіз арқылы өзіңізді жақсы көресіз. Сол кезде сіздің самооценкаңыз көтеріледі, ақырындап көтеріледі. Сіз уже өзіңізді бағалай бастайсыз. Оказывается, мен солай екенмін ғой. Оказывается, мен осындай нәрсені жасай алады екенмін ғой. Оказывается, мен осындай нәрсені істей алады екенмін ғой деген нәрсе сіз сол кезде істей аласыз да. Сол үшін ең алғаш нәрсе айналып келген кезде өзіңізбен жұмыс жасауға, басқа ештеңке емес, тек өзіңізбен. Осы нәрселерді жасаңыздар, мен айтқан нәрсені, мен эфирларды өшірмеймін пока. Бұл эфирларды өшірмеймін, просто мен сіздерге пока бір айдай уақыт беремін. Сіздер бірінші менің осы уақытқа шейін айтқан нәрселерім егер сіздердің миларыңызға аса кірмеген болса, менің айтқан нәрсеммен аса түсіне алмаған болсаңыздар, ондай болса, осы соңғы эфирдағы көрген нәрсені жасаңыздағыны, қалаған эфирді ашып, сол нәрсені жасап көріңіз. Мүмкін сол кезде сізде жаңағы мен Сингапурдан келатқанда арманым тез орындалды ғой, тура сол секілді сіздің де тоже армандарыңыз тез орындалатын болады. Самый главный жаңағыдай бәрін тазалап алыңыз. Сосын сол жаңағы өзіңізбен жұмыс жасаңыз, өзіңізді үнемі бақылаңыз. Мен жаңағы қандай қабілетім бар, менің қандай қасиетім бар, мен қандай нәрсені жақсы жасай аламын деген секілді өзіңізбен сондай нәрсенің барлығын жұмыс жасаңыз. Сол кезде сіз уже өзіңізді жұмыс жасаған кезде кәдімгідей күшті бір өзіңіз туралы жақсы нәрселерді білетін боласыз. Өзіңізді жаңадан танысасыз. Өзіңізбен танысқан кезде жақсы көре бастайсыз. Міне осы кезде сіздің самооценкаңыз көтерілетін болады. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сіздерге түсінікті жауап бердім деп ойлаймын, самооценканы. Жақсы. Жаңағы блогты таптық делік дейсіз, жақсы. Былай ғой, мысалға блогтың өзі мен оны айтып берейін сіздерге қалай тапқанымды. Мынандай біздің балалық шағымызда жалпы жаңа ауылда тұрдық, одан кейін мамам мен папам жаңағы домбыра жасайтын цехта жұмыс жасайды, екеуі де бірге де. Сосын сол екеуі бірге жұмыс жасайды дағыны біздердің барлығымыз үйдің қасында цех, прям үйдің қасында біз постоянно жаңа үйде жүреміз, олар цехта түсте келеді, мамам тамағын жасайды, тамақ ішіп аламыз, түстен кейін қайттан сонда кетеді, кешкісін бірақ келеді. Сосын екеуінің тапқан ақшасы онша көп емес болатын. Сосын сол тапқан ақшасына олар тек бізге жаңағы киім алып беріп, тамақ алып беріп қана бақты да бала кезімізде де. Сол кезде олар бізге жаңағы тамақты ақшаларын жетіспегендіктен қарыз қалады екен. Негізінде басында папамның несі жақсы бухгалтер болып жұмыс жасаған, әйтеуір білмеймін не себептен бухгалтерліктен шығып қалды. Сөйтті дағын сол екеуі сол жаңағы цехта жасады. Сөйтіп жүріп, в общем, не керек? Мен сол жаңағы блогтан түсінген, балалық шаққа барғанда өзімде қандай блог бар екен түсінгенім, біздің әке шешеміз, әсіресе шешеміздің бізге ақша жетпейді деген нәрсені көп айтқан екен де, жетпейді деп та. Жаңағы осы
может біз бірдеңе айтатын шығармыз, жаңағы бірдеңе алғым келеді, бірдеңе жегім келеді, жетпейді ақша оған, болды деп сөйтіп айтқан шығар. Сол сөзді көп айтқан екен да. Сол сөз менің миымда, ақша жетпейді. Біз қанша ақша тауып жатсақ та, қанша ақша үйге кіріп жатса да, ақша жетпейді деген блок мида қалып қалады екен. Сосын екінші блок бізде именно менде мынандай болыпты. Мамам жаңағы мені жібереді ғой базарға. Біз Шиеліде тұрдық та, Қызылорда облысы Шиелі ауданы Ақтоған деген ауылда тұрдық. Сонда Шиелі деген бізде орталықта. Сол орталыққа мамам жіберген кезде мені жаңағы продукт әкелуге жібереді да. И мен үйдің үлкені болдым. Еще мені жіберген кезде маған қарызға жаздыртып алып келеді ғой. Сонда жаңағы қарыз беретін кісімен сөйлесіп қояды, маған спискін жазып береді. Мен барам да, мамам осындай заттарды қарызға алып кел деп айтты деп айтам. Сосын ол маған бәрін жазып береді, мен сол затты көтеріп алып келемін. Сонда мен сол кезде мен миым сонда қарызға алу нормально деп сондай блок болып қапты да менің миымда. Жаңа біріншісі сол ақша жетпейді. И сосын біздің осы немізде біз қаншама ақша табамыз да, күйеуім екеуміздің неміз мысалда қазіргі уақытта мысалы 500 мың теңге ақша кіреді біздің үйге да, мысалы 500 мың даже артық ақша кіреді да. Бірақ 500 мың теңгеден артық ақша кірсе де біздің үйде айдан айға жетпей қалады ақша да. Сонда біз таңғалатынбыз, неге жетпейді деп. И сөйтсек, ол жетпей қалатын себебі біздің мына күйеуімнің де тоже дәл ол айтады, ол менде де сондай блок менде де бар екен. Ол сол жаңа мен бір блокқа қатысты сабақ қарады дедім ғой, сол кезде ол сондай медитация жасаған. Сонда ол да тоже сондай блокты анықтапты. Мен де тоже сондай блокты анықтаттым. И сонда біз осы екеуміздің осындай блогымыздан, осындай ақшаға қатысты блоктардан бізде сол үнемі біз қанша біз тіпті жаңағы бізді жаңағы неден көшіреді ғой, бір орыннан бір орынға көшірген кезде бізге подъемный береді. Бізге подъемный берген кезде бізге почти что 1,5 миллион. Біз сонда жылына 1,5 миллион ақша алып отырдық. Былайша айтқан кезде да 1,5 миллионды бір алып отырамыз. Еще біз жаңағы неге шыққан кезде отпускной деп оған да тоже әлем ақша береді. Бір 500-700 мың айма бере ма. В общем, сондай ақша көп келеді бізге да. Бірақ сол қанша көп келіп жатса да бізде екеумізде осы нәрсе блок бар екен да. Осы блокты біз анықтадық. И сосын енді бұл блокты анықтап алғаннан кейін мен уже біз оны керісіншесі ғой, керісіншесі. Яғни, сіз, может, сіздің интернетіңіз сондай болып тұр, Қатира ханым. Бізде нормально болып тұр менде. Сонда мен содан қандай не жасадым? Енді бізде мына жалпы мүліктің иесі Алла тағала. Жалпы бүткіл мүліктің иесі, бүткіл заттың, ұстап отырған сотка, телефон, ақша, түгел иесі Алла тағала. Алла тағала ол қалаған құлына бере алады ақшаны. Егер біз сұрай алсақ, бізде Алла тағала береді. Бірақ біз мынандай да ақшаның потогы келіп тұрады. Жаңағындай ғой, бізге ақша мысалы келеді, поток болып келеді. Бірақ ол поток бізге келгенмен де ол бізге анандай ақырын ағып атқан жай бір неме дейді, сызықтап ағып атқан су секілді болып сөйтіп келеді. Бізге өйткені біздің жаңағы блоктар, үлкен блоктар, жаңағы каналдардың несіне не жауып қояды ғой, суды қатты ағып кетпесін деп, не деуші соны, канал, в общем, ауызыма түспей тұр. В общем, сол ағып атқан суды шамалы азайту үшін, ағынын азайту үшін сол нәрсені қойып қояды ғой. Сол кезде сол су ақырын лап етіп келеді, бірақ ол ешқандай кете алмағасын, әйтеуір тесіктерден бүйтіп ақырын шығады ғой. Міне сондай блоктар біз сөйтіп қойып аламыз да. И сосын сол блок бізге ақша тапқанда, мына нәрсені өмірде жаңағы өмір сүргенімізге көп зиян тигізеді. Мен өзім сондай блоктарды анықтағаннан кейін мен алдымдағыны, яғни Алланың беріп жатқан нығметі, Алланың беріп жатқан мүлігі, Алланың беріп жатқан ақшасы, Алланың беріп жатқан нығмет бәрімізге де жетеді. Бәріне де жетеді. Тек біздер соны өзіміз сол Алладан дұрыстап, миымызды, ойымызды дұрыстап сұрауымыз керек та. Мен айттым, бізге Алланың беріп жатқан ақшасы жетіп артылады, мысалда. Бізге Алланың беріп жатқан ақшасы жетіп артылады. Жаңағы тағы не дедім мен? Ақша әсіресе мен және күйеуімнің тапқан ақшамыз біздікі. Біздікі және менікі. Міне осындай да тоже блок болған. Сол жаңа қарызға алғаннан кейін, ол қарыз, бұл блок қайдан шықты екен? В общем, осыдан шықты ғой, мен соны аяққа жазып қойып, мен қазір уже шамалы ұмытыңқырап тұрмын. Бірақ бізде сондай нәрсе екен да, мен көп затты менікі деп қабылдамайды екенмін да, менікі немесе біздікі деп қабылдамағаннан кейін көп зат бізден кетіп қалады да. Сол кетіп қалатын себебі бұл менікі, бұл біздікі, бұл Алла бізге берді, Алла бізге берді деп сондай нәрсемен өзіңіз иелік ететін болсаңыз, осы кетпейді екен негізі. Осы нәрсе мен бір мысал айтайын. Біздің үйде бір не бұл планшет болатын. Сол планшет, балалардың планшеті ғой, ол планшетті бір телефон алған
болған кезде бізге келді. Сосын сол планшетті балалар ұстайды, сосын әр жерде қалады. Бірақ мен сол планшетті мен соңғы уақыттарында мен айттым да, бір осы планшетті біреуге бере салу керек дедім. Неге екенін білмеймін, сол планшетті вообще қажет еткен жоқпын да. Хотя баланың өзі анда-санда бір көреді, бір көрмейді, сондай болды ма, әйтеуір, в общем, мен соны қажет еткен бір алыстаттым өзімнен да. И сол қалай алыстаттым, сол күні біз как раз сол кезде пойызда бір жерге бара жаттық. Сол пойыздан біз түскен кезде жаңа планшет қап-қара матрастың үстінде өзі қап-қара теріс аударған жағы сырт жағы қара да, сол қап-қара матрастың үстінде қап-қара болып қалып қалған ғой. Сөйтіп планшетімізді біз сөйтіп тастап кеткенбіз, байқамағанбыз да. Сонда мен қалай мен сөйтіп айтып бастадым, тура сол сәтте ол планшеттен біз айырылып қалдық та. Міне сонда мен өзім де қазір мысалға өзім мысалы осы өмірде осы уақытта мысалы кейбір заттарға мен аса жаңағы менікі деп қарамайтын болсам, біз содан айырылып қалады екенбіз да. Мен сол нәрсені түсіндім да. Мен сосын мен өзіме сондай не деймін, мен Алланың беріп жатқан нәрсесінің бәрін маған деп берген нәрсесі бұл менікі болады, бұл біздікі болады деген секілді да. Мен өзіме сондай, өзіңіз блогыңызды анықтайсыз бірінші да, сол блогқа өзіңіз жаңадан аффирмация сияқты жасайсыз. Сосын сол аффирмацияны үнемі миыңызға сақталасыз. Уже сіз білдіңіз ғой қандай себептен сізге ақшаның жолы жабылып жатыр, сол себепті керісінше аударып аласыз. Жаңа мен мысалы ақша жетпейді деген нәрсені мен солай блогым болған екен. Мен бұдан былай мен мысалға бізге Алланың беріп жатқан ақшасы жетіп артылады. Бізде Алла тағала молынан табыс беріп жатыр. Бізде Алланың берген ақшасы жетіп артылады. Міне мен мысалы ешқандай да басқа бір нәрсені аффирмация ойлап тапқан жоқпын. Мен өзімнің блогыма сонда керісінше жақсы жағын алдым да. Мен енді осыны үнемі айтып жүремін, миыма сақтап алдым. Яғни бізге ақша, Алланың берген ақшасы жетіп артылады деген сияқты да. Міне менде ақша блок бар болған ғой, қарыз кредит көп дейді. Иә, постоянно жетпей қарыз аламын да жүрмін. Міне осындай нәрсені жаңағы өзіңіз жаңағы медитацияға түскен кезде осы жерден анықтай аласыз. Осы нәрсені менде қандай ақшаның блоктары бар деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сол кезде сол сұрақтан сіз уже балалық шағыңыздан барлық нәрсе балалық шақтан бізге не істейді ғой, балалық шақтан жаңағы ойымызға сіңеді. Сондықтан біз сол нәрсені өзіміз жұмыс жасамасақ, біз соның кейін көп зардабын шегеді екенбіз. Міне мысалы қазір өзім 36-ға енді келем, Алла берсе 7 апрельде. Мен осыған дейінгі болған нәрселердің барлығына осы уақытқа шейін зардап шеккем ғой. Мен енді ғана мен мысалы өзіммен өзім жұмыс жасап, өзімді жаңағындай ішкі өміріме, әлеміме үңіліп, енді өзгертіп жатырмын. Көрдіңіз бе? Мен жасай алған нәрсені сіз де жасай аласыз. Алла берсе барлығы жақсы болады деген ойдамын. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Осы жаңа қарыз ала берем деген бар ғой. Мен күйеуімде мысалға тоже сондай да. Ол мысалы ақша үйде өзінің тауып атқан ақшасы бар, бірақ ақша болып тұрса да, ол рассрочка алған жақсы көреді да. Себебі ол бөліп төлей салған жақсы болып тұрады да оған. Ал ол бөліп төлеу деген ол қарыз қалу деген сөз ғой. Менде ондай не жоқ. Оның несінде сондай. Ол бөліп төлегенде ол жақсы көріп тұрады да. Ал ол қарыз айналып келгенде ол қарыз Каспирет алдында айттым ғой сіздерге. Ол қарыз деген все равно ол маңдайыңызға жазылып тұрады да. Сондықтан осындай қарыз, кредит деген нәрседен құтылу үшін ең бірінші жаңағы өзіңіздің блогыңызды анықтап алыңыз. Сол блогтан шығу үшін өзіңізге аффирмация жасап алыңыз. Содан кейін сол аффирмациямен жұмыс жасай беріңіз. Сол кезде сіз сол блогтан шығып, өзіңіздің уже өміріңізді өзгерте аласыз. Уже ақша жаңағы неге байланысты. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Біздің уже менің нем қанша уақытқа берілген білмеймін, 66 минут болды. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Қатира ханымда мекен бір кіріп бір шығып жатқан, интернетіңіз дұрыс болмай тұр ғой деймін өзіңіздің. Сонымен ханымдар, осы менің жаңағы 28 күндік марафоннан кім қандай нәтиже көрді, осыны бір сұрап қояйыншы. Негізі мен сіздермен таңертеңгі уақытта емес кешкі уақытта қойғаным дұрыс пе еді, чтобы бәріңіз шығып отыратын. Таңертеңгі уақытта бәріңіз шыға алмадыңыздар, тек 2-3 ханым ғана шығып отырды. Иә, бәсе, сізде сондай болатқан сияқты. Қалай болды енді? Бүгін енді сол соңғы сабақ деп отырмын ғой. Нәтижелеріңізді айта кетсеңіздер, хоть бір нәрсе болса да өмірлеріңізге өзгеріс алып келе алдым ба, хоть бір нәрсені жасап үйрендіңіздер ма, әдетке айналдыра алған заттарыңыз бар ма, соған жауап бере кетсеңіздер.
Сізге де рахмет, Қатира ханым. Өз өмірлеріңізге өзгеріс енгізе алсаңыздар, шынымен де мен қуанар едім. Ол үлкен жұмыс қой. Ол адам жаңағы өзгерту деген ең қиынның қиыны. Мен сабақтың басынан өзімді өзгертіп, аузымды тыйып бастым. Молодец. Барлық нәрсені Аллаға тапсырып жүру керек деп түсіндім. Қателіктерді білдім, бірақ соны іске қоса алмай жүрмін. Севара ханым, сізде бар ғой, блок өте көп сияқты. Сіз жаңағы сіздің балалық шағыңыздан көп жаңағы сізге печать болып басылған көп ситуациялар болған сияқты. Сондықтан сізге бірден бір көмек сол медитацияны жасаңыз. Не сынақ болды екен? Медитация жасаңыз, Севара ханым. Сол медитацияны жасағаннан сіз уже балалық шағыңыздағы көп нәрсені көресіз ғой, сол көргеннен кейін сол нәрсемен жұмыс жасаңыз. Сол мысалы мен сіздерге алдында өзімнің нелерімді айттым ғой, сол сияқты ситуациялар болуы мүмкін, жаңа өзіңіздің жалтақтап қалған, немесе одан басқа жаңағындай махаббат, әке махаббатын, шеше махаббатын көрмеген болуыңыз мүмкін мысалға да. Олардан тек қана ұрыс керіс қана естіген махаббатқа жаңағы несе алмай өсуіңіз мүмкін да. Мысалға да махаббатты ала алмай өскен адам өзінің айналасына махаббат бере алмайды. Сондықтан осы нәрсені де тоже не қылыңыз. Сол кезде сіз уже өзіңізден анықтайсыз ғой, и сосын барып сол нәрсемен уже жұмыс жасайсыз. Сіз уже жаңағы мысалға сіз махаббатсыз өстіңіз деп айтайық. Мысалы бала кезіңізде сізге ешкім махаббатын берген жоқ деп мысалға айтып жатырмын. И сосын сіз уже өзіңізге махаббатыңызды бөліңіз. Сіз өзіңізді жақсы көріңіз. Сен жаныңыз ашысын өзіңізге. Жаным-ау, сен бала кезден-ақ осылай қиналған екенсің ғой деген секілді өз-өзіңізге жаныңызды ашып, прям қатты жақсы көріңіз. Ана адам жанашырлық танытқан кезде ода бір жүрегінде бір жылулық пайда болады да. Сөйтіп өз-өзіңізге кәдімгідей жанашырлық танытып, жаным-ау деп жаңағы кішкентай өзіңіздің бала кезіңіздегі нені өзіңіз қолыңызбен жетектеп, құшақтап, оны саған енді ешкім өзінің махаббатын сыйлай алмаса, мен саған махаббатымды сыйлаймын деген сияқты. Міне осындай нәрселерді жасап, сөйтіп бала секілді жаңа өзіңіздің кішкентай кезіңізге барыңыз да, сөйтіп өзіңізді құшақтаңыз. Сондай нәрселерді жасасаңыз, сіз уже ақырындап уже өз-өзіңізді жақсы көріп бастайсыз да. Ақырындап сондай кезде уже өзіңізге деген махаббатты арнай бастайсыз. Сөйтіп оны негізі медитацияны күнде жасамайсыз. Ол балалық шаққа күнде бара алмайсыз. Ондай нәрсені сіз медитацияны айына 1 рет немесе айына 2 рет қана жасасаңыз болады да. Оны көп жасамайсыз. Бірақ сіз сол медитациядан өзіңіздің қателігіңізді түсініп алдыңыз ғой. Сол қателігіңізді сіз наружу шығарып алдыңыз ғой. Сол нәрсемен жұмыс жасаңыз. Уже сіз жаңағыдай мысалда мен өзімнің жаңағы немде эгоға көп көңіл бөліп кеткенім, мен балалық шағымда мені бір көп салыстырулар жасағанда, менің өзімнің туған сіңіліммен салыстырғанда мені да, и менің почему-то мен емес жаңағы туған сіңілімді жақсы деп айтады, мені андай не деп айтады деген сияқты. Жазираның қолынан келмейді, Заринаның қолынан келеді деген секілді мені көп сөйтіп салыстырған екен да. Сол салыстырғаннан мен жаңағы өзімді көрсетемін, мен өзімді дәлелдеймін деп мен басымды тауға да, қырға да соға беретім содан екен да. Мен сонда уже түсіндім мен өзім енді мен уже өйтіп ешкімге дәлелдеуім қажеті жоқ деп, мысалы мен содан солай не шығардым да, мен ешкімге дәлелдеуім қажеті жоқ. Мен Алла тағаланың алдында мен тек қана Алла разылығы үшін жанымның қалауын жасаймын, тек Алла разылығы үшін ғана жасаймын деп. Мысалы мен уже проблеманы көрдім ба, мен проблемаға сондай шешім шығардым. Мені көрдіңіз бе? Тоже сол секілді сіз де тоже өз неңізден жан дүниеңізден проблеманы көресіз. Ал мысалы алдында мен сіздерге айттым, проблема менің жаңағы бала кезімдегі мен шешем жаңағы не істегені, одан кейін туған туысқандар менің бетіме баса берген да. Сен сөйтіп нағашыларыңа бармай қойдың, ха-ха деп маған күле берген да. Сол менің жаныма қатты батып, мен мысалы сондай қатты не істеген. Мен содан өзімнің жаңағы жалтақтап бала кезім сөйтіп қалғанымды көрдім дағыны. Мен сол кезде мен уже өзіме жұмыс жасай бастадым да. Мен өзіме қатты жаным ашыды, мен өзімді қатты жаңа аядым. И сосын айттым, мен Жазира, сен ештеңе кетпейді, мен сені өсіремін дедім, мен сенің жағдайыңды жасаймын дедім, мен сені бағып қағып мен сені өсіремін деп. Мен сөйтіп содан бастап мен уже өз-өзіме
мен уже басқаша көңілмен қарай бастадым. Өз-өзімді аяп, өз-өзімді жақсы көріп, ойбуй деп ана жанашырлықпен бала кезіңнен құрған екенсің ғой, бала кезіңнен осылай болып қалған екен ғой, бұл уақытқа шейін уже талай жаңа биік шыңдарды бағындыратын едің ғой, осыдан осындай болып қалған екенсің ғой деген секілді мен өзіме бір жанашырлық сезім пайда болғаннан кейін мен уже өз-өзіме солай жұмыс жасап бастағанда мен уже өз-өзімді жақсы көре бастадым. Жақсы көргеннен кейін ғана мен осылай нәрсе жасап отырмын да. Міне сондықтан сіздер сондай проблеманы анықтаңыздар, сол проблемадан выход іздеңіздер. Сол выходты сол медитацияда отырған кезде іздеңіздер. Сол медитацияда отырған кезде анықтадыңыз ғой, сол кезде ал енді мен білдім, мен осы енді мен не істесем болады енді бұдан ары қарай деп өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сол кезде сол сұраққа жауабы да келеді, көрдіңіз бе? Сондай нәрсені сөйтіп жасаңыздар. Так, балалық шаққа барсам қорқа берем дейді. Сізде сондай үлкен бір қорқыныш болып қалған ғой. Сөз қылмайтын болдым дейді. Балалық шағы сонда үлкен, соны айтыңыз, сіз Севара ханым айтыңыз. Мен неге балалық шағыма барғаннан қорқамын деп конкретно сұрақты сөйтіп қойыңыз, сөйтіп. Сол кезде сіз уже түсінесіз. Мен неге балалық шаққа барғаннан қорқамын? Міне, сіз әркімде өзіңізде қандай проблема бар, қандай сұрақ бар, дәл сол сұрақты конкретно қойыңыз. Так, сол кезде барлығын Аллаға тапсырдым, және сіз айтқан соңғы нәтижені көз алдыма жақсы болады, бәрі болады деп елестеттім. Тамаша, Қатира ханым. Анама реніш бар екен менде. Алайда анам бақилық, енді не істеймін дейді. Сіз анаңа реніш болатын болса, сіз ренішті сол өзіңіздің жүрегіңізде ұстап жүрсіз. Сіз анаңыздан енді мен өз басым Аллаға шүкір аман есен, мен анамда әкем де аман есен, бірақ мен анама ренішім жалпы жаңағындай ситуация, жаңағы екі ситуацияда да менің анама деген реніш болу керек еді да, екі ситуация, екеуі, өйткені ана арқылы келіп отыр да, ол екеуі де маған да, бірақ мен анама ренжіген жоқпын да. Мен анама ренжіген жоқпын, себебі мен айттым, менің анам оны білген жоқ қой, менің баламның ертең болашағына осы нәрсе балта шабуы мүмкін деп анам оны білген жоқ қой. Анам білсе олай жасамайтын еді ғой. Яғни мен анам білмегендіктен солай жасады. Яғни мен оны кінәлай алмаймын. Оған да тоже шешесі сөйткен шығар. Олар да тоже білген жоқ қой. Ал енді мен білдім, мен білгеннен кейін енді будущем балаға мен олай жасамаймын деп мен мысалы сөйтіп мен анама вообще ренжіген жоқпын. Мен тіпті бүгін сөйлескен кезде мен соны айттым, мама, сіздер маған сөйткенсіздер, сіздер сөйткенсіздер деп. Мен мысалы, бірақ мен сізге ренжіп тұрған жоқпын дедім. Мен шынымен де анама ренжімеймін. Өйткені ол білген жоқ, ол білмегендіктен солай жасады. Иә, біз білмептік қой деп айтты мысалға да бүгін анам. Тура сол секілді сіз де тоже анаңызға может сондай жағынан ренжіп жүрген шығарсыз да, сондай жағынан істеп жүрген шығарсыз. Сол үшін сіз сондай ренішті алып тастаңыз жүрегіңізден да. Ол білген жоқ қой. Ол білсе баласына кім қандай ана балаға зиян болсын дейді, қандай ана балаға өз зиян тисін дейді. Ешқандай ана өйтіп ойламайды, бірақ олар білместіктен осындай бізге зиян тиіп қалған. Түсініп отырсыз ба? Так, менде реніш көп екен дейді. Сол реніштеріңізді сөйтіп не істейсіз? Вот соны жасай алмай жүрмін, жасасам жылап кет. Ол жылаңыз. Жылаған қайта керісінше жақсы. Мен сізге бағана бір айтып жатырмын ғой. Сіз жылау арқылы ішіңіздегі бүткіл нәрсені шығарасыз, негатив шығар. Сіз еңкілдеп тұрып жылаңыз. Керек десе айғайлап жылаңыз. Прям жылаңыз. Үйде ешкім жоқ кезде жасаңыз. Шыңғырып тұрып жыласаңыз жылаңыз. Бұл жылаған деген өте жақсы. Сіздің жүрегіңіз тазалар. Жаңағы реніштің бәрі кетеді жылау арқылы. Жаңағы өкпе болсын, реніш болсын, бәрі кетеді. Керісінше жылаңыз. Жылағаннан қашпаңыз. Сол жылағаннан сіз жыладым деп өзіңіз аяп шығып кетіп жүрген шығарсыз. Керісінше жылаңыз, ол деген жақсы ғой. Мен соны айтып жатырмын ғой сізге. Так, мен әлі жалтақпын, басқалардың ойымен жүремін. Онда сіз әлде де осы медитацияны жасаңыз, медитация сізге көмегін тиіз. Сол нәрсені істеңіз. Сіз мысалда жаңағыдай сұрақта мен неге не істей беремін? Мен неге жалтақтай беремін? Сұрақты сөйтіп қойыңыз да. Мен неге әркімнің сөзіне ере беремін? Немесе менің неге өзімнің ойым жоқ? Мен неге өз ойыммен санаспаймын? Маған неге басқалардың ойы маңызды? Деп, міне дәл осындай сұрақпен сондай медитацияға кіріңіз. Сол кезде сіз өзіңізге ответті түсінетін боласыз. Одан кейін ел не дейді деп жүремін дейді. Бұл уже сіз әлде де дұрыс емес, сізде көп нәрсе дұрыс емес. Сондықтан жаңағыдай нәрсені жасап көріңіз. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Осы медитация түскен кезде ең бір сол несі жылау ғой. Жылаған кезде ғана сізде тазаланасыз. Айттым ғой мен жаңа 13 мың залда адам еңкілдеп тұрып жылаған. Бізге айтты, прям жыла деді ғой, жыла, шығар деді ғой. Тіпті айғайлайсың ба деді, жыла деді. Самый главный жыла деді. И одан кейін
жерге жатып алып жылайсың ба, жыла дейді. Біз білмейміз кімнің қалай жылағанында, кім қайтып, өйткені бүткіл зал жылап жатыр. Айттым ғой мен жаңа, мен өзімде сондай қатты еңкілдеп тұрып жыладым ғой. Сөйтіп тазарып келдім мысалға. Сол тазарғанмен, бірақ та мен сіздерге алдында айттым ғой, күйеуіммен жаңағы отношениямыз не басқа жағынан уже екінші проблема шықты да соның несінен. Сосын мен одан қатты жаңа көп пайда көре алмай қалдым. Бірақ единственный пайдам жаңағы болды. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Біздің эфиріміз 78 минутқа созылыпты ғой. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, немесе осымен эфирді аяқтайық. Или тікелей эфирға шығасыздар ма? Менімен тікелей эфирға шығамын десеңіздер, пожалуйста, тоже не істейін. Айттым ғой сіздерге, 1,5 сағат болса 1,5 сағат, бүгін осы соңғы эфир сіздермен уже іштеріңізде қалып қалмасын. Соңғы эфир болғасын, жаңағы жақсылап тұрып сіздермен сөйлесіп, жақсылап жаңағы не істейін деп соны айтып отырмын. Сондықтан жаңағы тағы да бір жазу емес, сөзбен жеткізгім келеді деп сұрағым келеді дейтін болсаңыздар, тікелей эфирға шығуға болады. Асылай, қозғама. Не істеп жүрсің сен онда? Ол сумканы ары шығарып алшы вообще. Мына шығып қайта кіретін болсаңыз, запрос жібере аласыз, сол запрос арқылы сіз қосыла аласыз. Егер де сіз қаласаңыздар, сөйтіп қосылсаңыздар болады. Солай ханымдар, бүгін біраз ақпараттар айтылды сіздерге. Ауымен айтқаныңыз келсін, Қатира ханым. Мен жинаған жоқпын. Жинаймын, Алла берсе, жинаған жоқпын. Не ғой, ханымдар, онда сұрақтар болмаса, онда эфирді аяқтай берейін, иә? Барлығы сіздерге түсінікті болса, ауымен айтқан келсін. Рахмет, Қатира ханым. Ауымен айтқандарыңыз. Мен үлкен қызыма көп ұрсам, даже ұрып жіберем. Сол бәрі балалық шақтан болуы. Әрине, сіздің өзіңізде бұл нәрсе. Сіз баланы, тем более қыз баланы ұрмаңыз, қыз балаға жай ғана түсіндіріп айтыңыз да, бұл қыз баланы өйсіп ұру арқылы бұл ертең жасқаншақ болып өсетін болады. Ойындағысын жеткізе алмайтын болады. Сіз осы нәрсені баланың миына салып жатсыз. Ол ертең жалтақтап өсетін болады. Міне жалтақтап өскеннің бірден бір себебі осы болуы мүмкін. Өйткені сіз қазірден бастап ол бірдеңе айтса, үнемі сіз дұрыс емес дейсіз, ол сіздің ойыңыздан жаңағы шалмайым дейді, шалмай қалам дейді, сіз ұрсады дейді, содан кейін өз ойын толық айта алмайды. Мен тіпті бағана соны мамам айтты менде. Бізде де тоже бала кезімізде мамамыз деген үлкен демейді, кіші демейді, ұрып жіберетін бізде тоже. Сол кезде мен не қылатын едім, сол бірдеңені мамаға айту үшін жаңағы не істейтінбіз да, кішкене жалтақтайтынбыз да. Сол жалтақтайтынымыз осы соңғы уақытқа шейін, осы кезге шейін болыпты ғой. Сол кезде, уже жасқаншақ, міне сіз жасап салғансыз ғой. Сол кезде мен бағана сол мамам айтсам, мен сендерді сөйтіп көп қинаған екенмін ғой дейді. Сондай нәрсенің барлығымен жұмыс жасау арқылы мен уже өзімнен алып тастадым. Мен сол жалтақтағаннан, мен тіпті қайын жұрттың алдында мен аудиомен бірдеңе жібере алмайтынмын. Мен обязательно бірдеңені чаттарда мысалға бірдеңені не істейтін болса, мен тек жазатынмын. Мен аудиомен жібере алмайтынмын. Мен өз ойымды аудиомен бүйтіп айтып отыра алмайтынмын. Видеоны вообще жібере алмайтынмын мен мысалы қайын жұртқа да. Өйткені жаңағындай ғой, мамам сөйткеннен кейін маған елдің бәрі сөйтіп бетімді басып тастай беретін сияқты деп сөйтетінмін ғой. Ал мен қазір уже спокойно мен кімге не айтам, кімге не істеймін, мен уже менде бұл осы нәрсені мен алып тастадым кәдімгідей де. Аллаға шүкір деп айтайын, менде ол нәрсе жоқ қазір да. Мен уже спокойно біреуге бірдеңе айтатын болсам, мен жалтақтамаймын. Себебі мен уже өзіме сенімді болдым да. Менің айтып жатқаным, яғни менің жан дүниемнен шығып жатқан, мен осыны қалап тұрмын айтуға, яғни мен айтам деген сияқты да. Міне осы нәрсеге мен қазір жеттім. Дәл солайынан сіз өзіңізбен қоймай, ана қызды да тоже болашаққа сондай жалтақтататын қыз қылып жасайын деп отырсыз. Көрдіңіз бе? Апай маған айтты, қызыңыздың сабақ сұрасам жылап қалады деп көп айтады дейді. Не жылап қалады деп көп айтады дейді. Баланы қалай дұрыс жолға салам дейді. Мөлдір ханым,
сіз менің эфирларымды көрмегеніңіз кішкене білініп тұр. Мен сіздерге айтамын, үнемі айтамын. Сіз баланы ешқандай да дұрыс жолға салудың қажеті жоқ. Сіз бірінші өзіңізді дұрыстаңызшы, қараңызшы. Бұның ар жағында не жатыр? Бұның ар жағында мынау жатыр. Сіз өзіңізді дұрыстайсыз. Сіз жаңағы мен секілді ішіңіздің барлығын тазалайсыз. Сіз өзіңіздің жаңағы неңізден шығарасыз. Сіздің өзіңіздегі қалып қалған жаңағы блоктар болсын, сіздегі балалық кездегі қалып қалған программалар болсын, осы программалар сіз алып тастағаннан кейін сіздің уже өмірге деген көзқарасыңыз басқаша болады. Сіз уже сол кезде уже ойлайсыз, сіз уже түсінесіз, сіз уже өзіңіз сол программадан қиындық көргеннен кейін сіздің өміріңіз қазір дәл сондай болып жатқанын түсінесіз. И сосын сіз уже сол нәрсе балаңыз да тоже қыз бала, тем более ертең ол да тоже мен сияқты жүрмес үшін сіз уже қазірден бастап оған уже басқаша қарайсыз. Сіз анаңызға сіздің жасамаған нәрсені сіз балаңызға жасайсыз. Міне көрдіңіз бе? Айналып келген кезде барлығы өзіңізді дұрыстамай жатыр. Сіз балаға ешқандай да дұрыс жолға сала алмайсыз. Сіз өйткені өзіңіз қателестіріп жіберуіңіз мүмкін. Сіз қазірдің өзінен оны құртып отырсыз. Жаңа жылап қалады, өйтеді, бүйтеді деп. Ол жылау деген ол өксік қалып қалады олардың бойында. Тем более қыз бала. Тіпті ер балаға да тоже солай болса, ер баланы тіпті мен сіздерге айтайын, мамам бүгін тағы да мынандай нәрсе айтты. Менің інім бар. Ол інім 94-ші жылы уже үйі әйелі бар, баласы бар да, қызы бар кішкентай. Сол інімнің өзі дейді, мамам айтты, маған деді, осы соңғы бір жарты жылдықта айтты деді, мама деді, сіздің деді бір кезде дейді үйге мамама бір несі келген ғой, әңгіме айтуға көрші әйел, в общем араласатын бір әйел келген ғой. Сол кезде сол әйел келген кезде жаңағы менің інім барғандағыны мамалар енді өздері шай ішейін деп отырған ерке баланың жандарына отырып алғанда ананы да жеп, мынаны да жеп, емін еркін ішіп жеп тұрып кеткен ғой. Сол кезде мама соны жын ұстаған, соған сөйткен даған, жаңағы әйел кеткен кезде жаңағы ерке баланы әбден сабапты ғой мама деген. Содан бастап жаңағы ерке баланы, ер баланың өзі дастарханға келіп отырып тамақ жеуге қатты не істеп қалған екен ғой. Андай не дейді? Ынжық болып қалғанда, жаңағы дастарханға келіп тамақ ішкенге ол несі жібермейді да, анандай рухы жібермейді да. Өйткені ол сол бала кезінде қатты сондай таяқ жеп сөйтіп қалғанынан оның рухы жібермейді. Ол уже мамадан уже қорқып тұрды, мамам қазір бірдеңе деп қала ма, өйтіп қала ма, бүйтіп қала ма деп сөйтеді екен да. Ол сөйтіп осы күні сөйтіп айтқан кезде мама қатты өзім не істедім дейді да. Өзімді сол әйел үшін баламның өмірін қаншалықты жағдайға жеткіздім мен деп сөйтіп өзімді қатты ренжідім дейді да. Міне көрдіңіз бе, міне анамның өстіп жасағаны баланы уже ересек баланың өзі дастарханға келіп ішіп жеуде сөйтіп кәдімгі не істейді. Былай қараса, сырт көзге қарасаң қиын емес та, келіп отыра салды, бірақ ол бала кезде қалып қалған программа все равно ол 40-қа келсін, ол 50-ге келсін, ол шыға береді екен. Көрдіңіз бе? Ол программа, оны алып тастау керек. Тек қана оның жұмысы алып тастау екен да. Оны алып тастау үшін жаңағыдай өзіңізбен жұмыс жасау керек. Алла тағаланың өзі Рағат сүресінде айтқан ғой, кімде-кім өзімен өзі жұмыс жасамай, өзін өзі өзгертпесе, мен оның өмірін өзгертпеймін деп сөйтіп айтқан екен, иә. Мен примерно жаңағы аудармасын айттым. Аударма дегенде өзім қарапайым сөзбен айттым, примерно осының мағынада сөйтіп айтқан. Сондықтан сіз өз өміріңізді өзіңіз өзгертпейінше мен сізге айта алмаймын, балаңызды былай тәрбиелеңіз, қызыңызды былай тәрбиелеңіз деп айта алмаймын. Сіз қашан өз өміріңізді өзіңіз өзгертесіз, қашан уже барлығын дұрыстап уже не істейсіз, сол кезде барып уже не істейсіз. Мен мысалға айтайын өзімнің де өмірімнен да, мен мысалы үлкен баламыз біздің 11-ден асты, 11 жарымда да. Біз сол үлкен балаға мен өзім қандай программаны алдым, мен соны балаға құйып жатыр екенмін. Осы үлкен балаға құйып жатыр екенмін. Білмей, неосозная деймін де, балаға құйып жатыр екенмін. И сосын мен соны осы сіздерге алдыңғы сабақтарда, осы соңғы уақыттарда айтып жүрмін ғой, мен өзімнен байқап қалдым деп айтып жүрмін ғой. Ал енді соны байқадым, бірақ сол байқағанмен жұмыс жасау маған қиынға соқты, білесіздер ме? Мен өзім байқасам да, мен сонымен өзіммен жұмыс жасау қиынға соқты. Бірақ мен кеше осы медитация жасадым, мен өзімде сондай программа болды, мен өзім сол программадан осынша жасқа келгенше қиыншылықты көрген бәрін түсінгеннен кейін, мен уже бұл баламен уже басқаша сөйлеп бастадым. Мен уже жаңағыдай программаларды өзімнен алып тастағаннан кейін, мен уже бұл баламен уже үлкен адамша сөйлестім. Бірдеңені айтып жатса, уже мән беріп тыңдайтын болдым. Бұл айтып жатқан нәрсесін уже өз ойымды қосатын болдым. Бұл уже баламен сөйтіп үлкен адамша сөйлескен кезде, бала уже өзінің несін не істей бастайды да. Мені уже адам санайды екен ғой, адам қатарына қосады екен ғой деген сияқты. Немесе, мен адамша сөйлесе алады екен ғой, мен тыңдайды екен ғой, мен тыңдай алады екен ғой деген нәрсені олар сөйтіп не істейтін болды да, түсінетін болады да. Міне көрдіңіз бе? Осы нәрсеге жеткізу үшін сіз сол жаңағы нәрсені жасаңыз. Бірінші өзіңізді өзгертіңіз. Сол кезде сіз баламен уже үлкен адамша, үлкендерше сөйлесе аласыз. Қазір уже жасқан шақ дейді.
даму керек, тоқтатпау керек. Қатира ханым, бір рет осы нәрсені естідіңіз бе? Тоқтатпаңыз. Так, апайы маған айтты, қызыңыздың сабақ сұрасам жылап қалады деп көп айтады дейді. Баланы қалай дұрыс жолға салам, анамызға айтқан соң жүрегін ауыртып қоям ба деп қорқам. Сол үшін анама ештеңе айта алмаймын дейді. Не айтасыз анаңызға? Мен мысалы анама бүгін айттым, мен анама айтқан кезде мен айттым, сондайдан біз осы жасқа шейін мен сөйтіп жүргенім, ол содан екен дедім мен. Сол себептен сіздің не істегеніңізде солай болды дедім. Ол ана одан ренжімейді. Мен айттым да оны. Сіз мысалға ренжіп қалады деп айтатын болсаңыз, ол шынымен де ренжуі мүмкін ғой. Кәне әкеп. Менің картам ғой. Рахмет. Ал егер де сіз жаңағындай немен айтатын болсаңыз, мен мысалы шынымды айтайын, ренжіген жоқпын, өйткені ол білген жоқ қой. Тура сол секілді. Ол білген жоқ, мысалы да сіздің де анаңыз білген жоқ, Сол үшін сондай немен айтқыңыз келсе, айтыңыз, пожалуйста. Айтқыңыз келмесе, өзіңіз қараңыз. Ол енді не обязательно ғой. Сондықтан оны өздеріңіз қараңыздар. Менің осы уақытқа дейінгі алғашқы эфирім 88, уж почти 90 минут болайын деп жатыр. Ол 90 минутқа шейін сөйлеп көрмеппін, осы алғашқы рет сөйлеп отырмын. 60 минуттан сол ғана асырағаным, 65 минут, 70 минутқа шейін де бармап еді бүгін, Аллаға шүкір. Бір Алланың қолдауы. Осы эфирға шығатын алдында да мен Аллаға сыйынып, я Аллахым, қолдай көр, менің айтатын ақпараттарым мені тыңдап отырған қыздардың құлағына жетсе екен, сол жаңағы ақпарат арқылы ол өз өмірлерін өзгерте алса екен, осы ақпараттар арқылы олар өздеріне пайдалы және өздерін түртіп алатындай нәрсені алса екен деп өйстіп не істеймін да, эфирға шыққанда да өйстіп шығамын да. Сондықтан Алланың қалауы бұның барлығы, Алланың қалауымен болып жатыр. Тағы да сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, болмаса уже эфирімізді аяқтайық. Маған жалпы ұнап отыр сіздердің активный. Осылай біз 28 күннің бүткіл күнін осылай өткізген болсақ, вообще керемет болатын. Сіздер көптеріңіз қатыспадыңыздар. Уақытында да, енді былай уақытта көріп жүрсіздер ғой. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, болмаса мен сіздердің соңғы сөздеріңізді күтіп, сосын барып өшірейін. Соңғы сөздеріңізді жазыңыздар. Енді бұл біздің былайша айтқанда соңғы эфиріміз. Бұдан былай енді тек жаңағы менің парақшамда кездеспесек, бұл не ары қарай болмайды. Осы бүгін соңғысы. Сондықтан айтатындарыңызды айтып қалыңыздар. Менше сіздерге тақырып бүгінгі айтылған әңгімелердің барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Мен айтқаныңыз келсін. Рахмет сіздерге де. Осыншама уақытта 1,5 сағат бойы менімен болғандарыңызға. Сіздерге де Аллахым разы болсын. Өмірлеріңіздің өзгеруіне Аллахым нәсіп етсін. Өз өмірлеріңізді өздеріңіз өзгерте бастаған кезде Алладан да тоже керемет нығметтер Алла Тағалам жазсын сіздерге. Қаншама осы уақытқа шейін қаншама пайдалы ақпараттар айтылды. Сол ақпараттардың шүкір Аллаға. Сол ақпараттар сіздерге сіңімді болсын. Өз өмірлеріңізде қолданып, шынымен де өз өмірлеріңізді өзгертіп, мен сияқты, мен өзімді не істеймін да, бұл енді может біреу үшін жетістік емес шығар, біреу үшін жетістік шығар мысалда. Мен үшін бұл үлкен жетістік болды да. Себебі мен бұрыннан бері мысалға өстіп армандайтынмын да. Мен осындай бір психологияны жүргізгім келеді. Мен осындай психологияға байланысты әйелдерге осындай ақпараттар беріп, осындай курстар өткізгім келеді дейтін едім да. Бірақ мен соған ешқандай да бір не істей алмайтын едім, андай бүйтіп алдыға шаг басып кете алмайтын едім да. Талай уақытқа шейін сөйтіп жүрдім да. Ал осы соңғы уақытта мен Аллаға шүкір, ол нәрсенің барлығы осы жаңа өз-өзіме жұмыс жасаудан кейін ғана келіп отыр да. Сондықтан мен сіздерге айтатыным, өз-өзіңізбен жұмыс жасауды жалықпаңыз. Сосын мынандай да, ешкімнің өміріне не қылмаңыз.
қарап, анау не істеп жатыр екен, мынау не істеп жатыр екен деп біреудің өмірін бақылаймын деп көп уақытыңыз кетіп қалады, көп энергияңыз кетіп қалады. Ешкімнің өмірін бақыламаңыз, өз өміріңізді бақылаңыз. Сізге сол жеткілікті. Сіз өз өміріңізді бақылаңыз, өзіңізбен арпалысыңыз, өзіңізбен жұмыс жасаңыз, өзіңізді прям күнде бақылаңыз, мен не істеп жатырмын, мен не қойып жатырмын деген секілді. Сол кезде сіз жетістікке жетесіз, иншаллах. Аллаға шүкір, Майра ханым. Аллахым бақыт етсін сіздердің барлықтарыңыз. Ал ондай болса сіздердің соңғы сөздеріңізді, барлықтарыңыздың соңғы сөздеріңізді көрдім. Ал енді жақсы, сау болыңыздар. Менің парақшамда қарап жүріңіздер. Жақсы, алла берсе, жақсы ақпараттар болады. Енді мен бұдан кейін өзім ойлап отырмын, осы өмірді өзгерту деген секілді ақпараттар, өзгеруді өзіңнен баста деген секілді, осы өзгеруге қатысты осындай бір курстар, марафондар дайындағым келеді. Сондай нәрсені алла берсе, менді сондай жасағым келеді. Сол кезде может сіздермен кездесе жатармыз, алла берсе. Иә, өзімізді тыңдамайды екенбіз. Өзімізді тыңдамаймыз, өзімізден алыстап кетеміз ғой. Бақыра бермеуді үйрендім дейді. Керемет. Тыңдап жүрмін, рахмет дейді. Сондықтан ал енді жақсы, сіздерді қимай отырмын мен. Алла берсе, парақшада кездескенше амандықта, саулықта жүре беріңіздер. Аллахым сіздерді бақытты етсін. Амин.